Әбден шуын бала мән. Ал құлағын шуышвер. Болды, әжетай. Болды, әжетай, болды. Қыздар осы айнаға қараған сайын өздеріне өздер сұланып мәз болады дейді. Ал менше, түрім болса мұнау. Тым болмаса атымды да кестіріп қоя алмапты. Менің атым Қожа. Қожа. Екі әріпін өзгертсен, көже болып шығар. Кәдімгі қойырып қара көже. Сонда мен көже болғаным бей? Егер мазақ қылатын балдар болса, әкесін тамам оларды. Қожа, сен әлі шықпағансың ба? Мұсабағынан кешігесің. Болды, әжетай, кеттім міне. Болды, әжетай, кеттім. Кезекшігім, сабаққа келмегендер бар ма? Бүгін сабақта барлығы да түгел. Қадыров та келген. Қадыров? Аха. Семен біз, таныс емес бізге. Кеше сабаққа неге келмеді? Келе алмады. Неге келе алмады? Диірменге барып еді. Тыныш. Диірменге немене іздеп бардың? Бал ұстауға. Тыныш, балалар. Сабақ басталғаннан бүйтесің. Қадамың жақсы екен. Отыр. Тіпті ол үйіне де оғанған жоқ. Отыр жұмыс. Ой. Кнопка. Қожаның ісі. Қадыров. Сен бе? Мен. Шық класстан. Естерінде болсын балалар. Егер де бұзық болатын болсаңдар, менен жақсылық көрмейсіңдер. Деген өте үлгілі әрі тәртіпті оқушы болған. Қараш, жүзінен от жанып тұр. Сұлу кісі екен. Еркекке сұлулықтың қажеті жоқ, ақыл керек. Ал сен барып тұрған ақымақсың. Қожа, қарашы. Жантас қандай тамаша кітап алып келді. Космос қыранның кораблі. Жантас, 1 минутқа шығып кетші. Шығатын шаруам жоқ. Айтатын сөзің бар ма еді? Шаруам бар. Ешқандай да шаруасы жоқ, ол өтірік алдайды. Қорқансың бей? Одан дамданы көрейік. Міне, ракета комбинасында отыр. Ой, дүниелері қандай дегенмен қорқынышты шығар. Түгі де жоқ. Көп ұзамай космонавтарда қарапайым ұшқыштардай көп болады. Ал мынау ше? Бұл құс жолы. Мыналар қандай әдемі? Бұл Қызыл алаңдағы парад. Жантас. Жантас. Мен сені Майқанова апайға айтам. Ой, жексұрын қожа. Сотқар, нағыз тәртіпсіздің өзісің.
Үндемей құтылғың келе ме? Мұның дұрыс емес. Тілің жоқ бар. Бар. Онда неге үндемейсің? Айтатын несі бар? Байқамай қалдым. Өтірікті де байқамай айтарсың. Айт, не бүлдірдің? Сіз әлі мұндасыз ба? Оспан Рахманович, сенсең не істерімді де білмеймін. Үндемейді. Үндемей ме? Онда әкесіне тартқан ғой. Ол да кезінде. Білесіз бе, Хадиша? Оның әкесі екеуміз кезінде дос болғанбыз. Тіпті соғыста бір взводта болдық. Көз алдында жараланды. 10 жыл бойы кеудесінде оқ жүрсе де, қайратты да қажырлы адал азамат еді. Сол үшін де оны құрметтейтінбіз. Солай де қожа, үндемейсің де? Оспан аға, кешіріңіздерші. Байқамай қалдым. Қайталанбайды. Қалай кешіреміз бе? Жарай. Бір жолата кешіре салайық. Бара бер. Бара ғой. Сүйемін көктем найзағайынмен, салғанда ойнақ көк жүзі тіліп. Ерсе бүршік шартылдап кеп, кеткендей бейне көк аспан сынып. Сілкілденгендей бір айнала түгел, ұйықтап жаңбыр, бұршақ бүркеді. Мөлдір тамшылар тамызып жерге, күн кірпігін сүртеді. Бұл бақағыр! Бақағыр! Рабық кеңесті ашық деп жариялаймын. Күн тәртібіндегі мәселе біреу ақ. Қожаның тәртіпті оқушы болуы үшін не істеу керек? Қане, сөйле батыр. Кіммен сөйлесіп отыр? Бөгет жасамай тұра әже. Жабық кеңес өткізіп отыр. Ол жасаған өзіңмен өзің сөйлесіп отырғаның не? Не қылған түсінбейтін адамсыз да әже. Жабық кеңес өткізіп отырмын. Ол құпия. Сізге қатынасы болмайды. Бисмилля әже, бисмилля бара тұрыңызшы енді. Қане, жаз. Ертеңнен бастап мектепте бірде-бір баламен төбелеспеймін. Ал егер өзі тиіссе ше. Онда әкесін танытам деп айт оған. Егер бұл мәселе осымен бітеді. Үшінші мәселеге көшейік. Бұдан бұлай жаман сөздер айтпаймыз. Есуас, шайтан, кешші, ақымақ секілді. Оның орнына мұның жарамайды. Ұят болады деген сөздерді айтамыз.
Шешім бір ауыздан қабылданды. Бітті. Енді жақсы оқушы боламын. Ант етемін. Әженің рөлінде Мұратова Жанар, Жандастың рөлінде Насибуллин Асанәлі, Жанардың рөлінде Миразатова Айриза, Хадиша Мағановның рөлінде Бауыржанова Самира, Осман Атмановичтің рөлінде Жұмағамбетов Алия, оқушының рөлінде Залел